Коронавирус басталғалы елдің экономикалық ахуалы күрт өзгерді. Әсіресе шағын және орта бизнес бағытында тер төгіп жүргендерге оңай болмады. Бірақ мемлекет былтыр осы кәсіпкерлердің жүктемесін азайтып, көмек қолын созған еді. Мұндай игі бастама биылда жалғасын таппақ. Бүгін премьер-министрдің төрағалығымен өткен мемлекеттік комиссияның отырысында кәсіпкерлерді қолдаудың жаңа тетіктері туралы айтылды. Нақтыласақ, 1 маусымға дейін көмекке ие болатын бизнес бағыттар 29-дан 174-ке дейін кеңейтілмек. Ал шағын және орта бизнестің өкілдері осы жылдың соңына дейін мүлік салығын төлеуден босатылады. Отандық тауар өндірушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуы жеңілдейді. Сондай-ақ Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерге қосымша қолдау көрсетуді ұсынды. Әсіресе бизнеске жүктемені азайтып, қаржыландыруды жеңілдету керектігін айтты. Бұл бағытта 24 шарадан тұратын қосымша пакет әзірленген. Сондай-ақ бүгін үкіметте инвестиция тартудың жаңа тәсілдері туралы сөз болды. Енді елде шетелдік инвесторлармен келіссөз жүргізетін арнайы мамандар болады. Бұл іспен ұлттық компания мен қаржы орталығының сарапшылары айналысады. Ұлттық экономика министрі 2025 жылға дейін инвестиция көлемін жалпы ішкі өнімнің 30%-не дейін жеткізуді көздейді. Ал тікелей шетелдік инвестиция көлемі 30 миллиард доллардан кем болмайды деп отыр. Тартылған қолмақты қаражат агроөнеркәсіптік кешен, туризм, инфрақұрылым, машина жасау, IT, білім мен экономика салаларының өзге де бағыттарына жұмсалмақ.